Sizde что-то хорошо получается. Вокруг аласыз ба былай? Nasıl? Ғимаратта Советская жеті, бұрынғы атауы Николаевская жеті, оның алдында Большая улица деп аталған осы тарихи ғимаратта қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсарин оқыған. Бұл ғимарат кезінде қазақ балаларына арналған Орынбор мектебі деп аталды. 1950 жылы Ыбырай Алтынсарин осы оқу орнына түсіп, 1957 жылы үздік бітіріп шығады. Бұдан кейін бұл ғимарат шекаралық комиссияның ғимараты болып есептелген. Мынау келесі ғимаратта Советская 9 немесе Большая улица 9-да шекаралық комиссияның ғимараты болған. Ол жерде шекаралық комиссияның төрағасы, солардың қызметкерлері отыратын болған. Мектеп, Орынбор мектебі 14 жылдай қызмет жасайды. 1864 жылы бұл Орынборда гимназияның ашылуына байланысты бұл мектеп жабылады. Кейін мектептің ғимараты татар мұғалімдер мектебіне беріледі. Ал 1889 жылы бұл ғимаратқа Орскідегі мұғалімдер мектебін көшіріп әкеледі. Орынбор мұғалімдер мектебі деп аталады бұл ғимарат. Сол кезеңнен бастап, кейін осы ғимараттың ішінде 1891 жылы Ахмет Байтұрсынұлы оқуға келіп түсіп, 1895 жылы, яғни 4 жыл оқып, ауыл мектебінің мұғалімі деген, немесе халық мұғалімі деген лауазым мамандық алып шығады. Сөйтіп, осы ғимараттан 1895 жылы ол Ақтөбе уезі Бестамақ болысына ұстаздық қызметке атқарады. Осы ғимараттың жанында, былай көруімізге болады, осы ғимараттың жанында Орынбор әкімшілігі мұғалімдерге ескерткіш орнатқан. Жалпы Орынбордағы жақсы бір көрініс, жақсы бір қасиет, тарихи даталарда, тарихи мекендерде өте жақсы құрметтейді орынборлықтар. Мінекей мына ескерткіш мұғалімдерге арналған ескерткіш. Себебі бұл ғимарат алғашқы мұғалімдер дайындайтын ғимарат болған. Бұл меніңше өте тамаша үрдіс, үлгі алатын үрдіс. Кімге ашылған болмасын, мұғалімдер мектебі осы жерден басталды. Енді мұғалімдер мектебінің қазіргі статусын айтатын болсақ, ол педагогикалық училище. Бұл орта арнаулы білім деген деңгейді білдіреді. Мінекей осындай бір саксофонның музыкасы да біздің ұстаздарға арналып отырғандай бір музыкалық сәлемдеме әуен секілді. Мінекей осы қасиетті жерден біз осы бір кішкене видеофильмді түсіруге мүмкіндік туды. Егер осы Татьяна Тугай бізге қазір келетін болса, біз оны күтіп отырмыз. Егер күннің жарығы, егер видеоға түсіретіндей мүмкіндік болса, біз Татьяна Тугайдан да интервью, сұхбат алуға тырысамыз осы ғимарат жөнінде. Рахмет.